Қайырлы күн оқушылар, сендермен бірге Гаухар апайларың. Бүгін бізде 31-ші сабақ Қ әріпі. Сабағымызды бастамас бұрын мына бір жұмбақтың шешімін табайық. Ұзын құлақ сыр қоян, естіп қалып сыбдырды, ойлы қырлы жерлермен ытқып-ытқып жүгірді. Қарап еді артына, иығын салып көзінің, келе жатқан томпаңдап көжегі екен өзінің. Бұл жұмбақтың жауабы қандай? Әрине, қоян. Балалар, бізде қоян сөзі қандай әріптен басталып тұр? Ол бізде Қ әріпінен басталып тұр. Бүгінгі сабақта біз Қ дыбысы және әріпімен танысатын боламыз. Қанекей балалар, бәріміз бірге Қ. Жарайсыңдар. Қ дыбысы бізде қатаң және дауыссыз дыбыс. Оны біз көк қаламмен бояймыз. Ал енді ұшақ сөзінде Қ әріпі қай жерде кездеседі? Қобыз. Қ дыбысы қай жерде? Тышқан. Ұшақ сөзінде Қ дыбысы соңында кездеседі. Қобыз сөзінде Қ дыбысы басында, тышқан сөзінде Қ дыбысы ортасында кездеседі екен. Балалар, бізде Қ дыбысы сөздің басында да, ортасында да, соңында да кездеседі. Ал енді бәріміз бірге Қ дыбысын басқа әріптермен қосып оқиық. Қ, А, Қа, қала, қала. Ақ, ақ. Тақ. Қо, қо, қора, қора. Қола, қола. Қара, қара. Әріптерді өзге әріптермен қосып, жақсылап оқуға дағдылан. Енді қарай қойшы балақай, Қ әріпі қандай әріпке ұқсайды? Ол бізде әрине К әріпіне ұқсайды. Қ әріпінің ерекшелігі тек қана оның құйыршығы бар екен. Ал ендеше Қ әріпін дәптерге жазып көрейік. Алдымен менімен бірге ауаға жазып көр, одан кейін дәптеріңе қайтала. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді бізде ойлан тап, суреттегі әріппен суретті қосып оқып көр. Сенде қандай сөз шықты? Келе ғой балақай, шыққан сөзді бірге жазып көрейік. Қара. Біздегі шыққан сөз қара. Тамаша, сабақты бірден лезде ұғып алдың. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше балақай, Қ әріпі өте түсінікті болды деген ойдамын.